жаңа конституцияның жобасына темірқазық болып тұрған, соның негізі болып тұрған әділетті Қазақстан, адал азамат, заң мен тәртіп қағидаттарын ұсыныс ретінде осы Түркістан жерінде айтқан болатын. Енді ортаға 3 жыл уақыт салып, мінекей осы айтылған, осы киелі жерде айтылған идеялар қазір жаңа конституцияның негізі болып отыр. Бұл тегін емес, осы Түркістан жерінің осындай киелілігі, еліміздің рухани астанасы, осы бүткіл тарихи идеялар, тарихи маңызды шешімдер осы жерден бастау алатын бұрындары да. Енді мен Түркістанға келген кезде әрдайым ұстазым есіме түседі. Қазақтың ұлы ғалымы, академик Мекемтас Мырзахметұлы магистратурада сабақ берген, диплом жұмысына жетекшілік еткен, ол кісіден көп дәріс алатынбыз. Сонда осында келген кезде ылғи да есіме түсетін бір сөзі бар. Ол кісі айтатын: ұлтты жою үшін қару қолдану қажет емес, бір әріпте жеткілікті деп айтатын. Ол не деген сөз? Ол кісінің бір еңбектері бар, сонда осы түркі басының түлкі басы болып кеткендігі туралы дәлелдеп тұрып жазған. Яғни осы сөздегі бір р әрпінің л әрпіне ауысуы жалпы ұлттық кодымыздағы, ұлттық атауларымыздағы, елдің ономастикасындағы қандай да роль атқарғандығын айтады. Яғни осындай бір әріпті ауыстыру арқылы түркі тілдес халықтарының тарихи жадысын ыдырату процестері көп болған елімізде. Және де осындай процестер арқылы ұрпақтан ұрпаққа осындай тарихи атаулар біртіндеп көмескілене береді, жойыла береді. Мінекей, енді қазір конституциямызда осындай тарихи құндылықтарға, мәдениет ошақтарына, солардың сақталуына үлкен мән берілген. Конституцияның 3-ші бабы мен 40-ші бабында Қазақстан Республикасының азаматтары тарихи және мәдени мұраның сақталуына қамқор болуға, тарих пен мәдениет ескерткіштеріне ұқыпты қарауға міндетті делінген. Және 3-ші бапта осы тарихи мәдени ескерткіштерді сақтау бұл еліміздің ең басты қағидаттарының бірі делінген. Яғни, мен ойлаймын, осы конституцияны қабылдағаннан кейін енді еш уақытта ешкімде біздің ұлттық кодымызға, ұлттық атауларымызға ешқандай қиянат, ешқандай өзгеріс жасай алмайды. Бұл ары қарай ұрпақтан ұрпаққа жалғасып кете береді. Осы конституцияның жалпы миссиясы осы біздің осындай өзгеріп жатқан күрделі заманда өзіміздің кім екенімізді жоғалтып алмау, өзіміздің ұлттық кодымызды келесі арғы ұрпақтарға жалғастырып жібере беру, тарихи сабақтастықты, ұрпақ жалғастығын жалғастыра беру конституцияның ең негізгі миссиясы деп көремін. Сонымен қатар жалпы конституциядағы ең басты және мен үшін педагог, филолог маман ретіндегі ең басты нәрселер бұл білім, ғылымның, инновация мен технологияның және адами капиталдың ерекше басымдықтарға ие екендігі. Қожа Ахмет Яссауи бабамыз айтқан екен: адамға қызмет қылу, халыққа қызмет ету. Яғни бұл адамға бағытталған саясаттың ең биік саясат, ең биік құндылық екендігін білдіреді. Сондықтан мен ойлаймын, осы конституциямызды қабылдасақ, ел болып барлығымыз бірлесе отырып, осындай игі мақсаттарға еліміздің игілігі үшін қызмет ететін конституция болады. Сондықтан баршаларыңызды жүрекпенен осы конституцияны қолдауларыңызды сұраймын.